Маңызды бағыттардың бірі энергетикалық нысандарды жаңғырту. Бұл арқылы қуатты тиімді пайдаланып, ескірген құрылғылардың пайдалану мерзімін ұзартуға болады. Мәселен, Самұрық Энерго акционерлік қоғамы Екібастұз ГРЭС-1 станциясында нөмірі 2 блокты қайта жаңартып, нөмірі 1 жаңартылған энергоблокты іске қосты. Яғни өндірілетін энергия енді бұрынғыдан да көбейе түседі. Ол өз кезінде 1040 мегаватт қосымша электр энергиясын берді және станцияның қуатын 3500 мегаваттан 4040 мегаваттқа дейін ұлғайтты. Богатырь көмір кенішінде циклдік ағындық көмір тасымалдау технологиясы пайдалануға берілді. Бұл бөлімде көмір өндіруді жылына 50 миллион тоннаға дейін ұлғайтуға қамтамасыз етті. Алматыдағы жылу электр орталықтарда жаңғыртылып жатыр. Газ трибуналары орнатылып, бұрын-соңды болмаған технологиялар енгізілуде. Енді нысаннан шығатын қалдықтар 50 мың тоннадан 4 мың тоннаға дейін азаймақ. Осылайша 2030 жылға дейін 8 энергоблок жаңарады. Модернизациялау жұмыстарымен айналысатын Самұрық Энерго компаниясына да жасанды интеллект енгізілуде. Енді апаттар азайып, қауіпсіздік артады деген болжам бар.